Bir күні Бауыржан атамызға бір белгілі жазушы кездесіп қалып, "О, Бауке, ылғи да естимін, сіз мен жайлы үнемі жақсы сөздер айтады екенсіз жүрген жеріңізде. Соны естіп қуанып қалдым, көрген жерімде бар. Ырзашылығымды білдірейінші деп жүретін, бүгін көріп қалдым ғой, рахмет сізге" дейді. Сөйтсе Бауыржан атамыз тұрып, "Бұл тактика ғой" деп күлген екен. Сөйтсе әлгі кісі таңырқап, "Бұл қандай тактика" дейді жаңа жазушы. "Бұл таспен ұрғанды аспен ұр деген тактика" дейді. Сөйтсек әлгі жазушы кісі жүрген жерінде Бауыржан атамызды келемеждеп, мазақ қылып, түрлі жаман сөздер айтып жүреді екен да. Оны Бауыржан атамыз біледі екен. Міне қызық. Осы кезде мына бір Қадыр Мырзалы атамыздың өлеңі еске түсіп тұр. Түрлі адамдар түрліше күн көреді, біреулер су, біреулер у береді. Сен өмірге келіп те үлгермейсің, біреу сені жамандап үлгереді дейді. Шынында да екі адамның басы қосылса, біреуді жамандайды, біреуді өсектейді. Негізі бұл дұрыс емес нәрсе екен. Біреуді өсектеу ол өте ауыр күнә. Ал енді өсектегеніміз не? Сіз ол адам жоқ жерде ол адамны жайлы әңгіме айтып жатсаңыз, оны өсектеп жатқан боласыз. Біреуге осыны айтсаң айтады, "Мен оның бойындағы бар қасиетін айтып жатырмын жай ғана" дейді. Міне нағыз осы өсек, біреудің бойындағы қасиетін айту, мінін немесе. Ал егерде оның бойында жоқ қасиетті айтсаңыз, оған жала жабу болып табылады екен. Ақындарымыз айтады, 10 күнәнің 9-ы тілден деген, тіл түзелсе, иншалла ел түзелер деген. Сол үшін мынау сөз дейді, сіздің аузыңыздан шыққанша сөзге сіз иесіз дейді. Аузыңыздан шыққаннан кейін сөз сізге ие дейді. Сол үшін ауыздан шыққан сөзге мұқият болайық. Жақсы сөздің жарамы ырыс деп жатады. Жақсы сөз сөйлейік. Жақсы сөз сөйлесеңіз сізге жақсы сөз келеді. Жаман сөз сөйлесеңіз сізге жамандық келеді. Ол ақиқат. Сол үшін жақсы сөз сөйлеуге әрекет жасайық. Аман болыңыз.